Бір жақсы, қалайсыздар? Қазір дауыс қоспаймын, потом соңына қарай сұрақтарыңыз болса, жеке сұрақтарыңыз болса, қосып жауап беретін боламын. Так, бәрі жақсы естіліп тұр, бәрі күшті. Окей, бастайық онда. Бірінші танысып алайық. Аты жөндерің кім, қай қаладан боласыңдар, қай сыныпты бітірдіңдер? Өйткені мына жақта 9-ды бітіргендер де бар бізде, иә? Сол үшін дұрыстап танысып алайық. Так, қостанайдан бар екен. Аты жөндеріңді, қай қаладан екендеріңді толықтай жазып жіберсеңдер. Так. Жақсы, күте тұрайық. Қызылорда дейді Анжу. Қызылорда ысып тұрған шығар да. Қызылорда қаласында бір рет болғанмын. Так, қалғандар жаза беріңіздер, иә. Мен өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Есім Мұралбек, осы Алматы қаласынан боламын. Жамбыл облысы дейді. Толық атым Абдуллаев Мұралбек Тоқталұлы, Талдықорғаннан келгенмін, Алматы қаласында тұрамын, физик, профориентолог, 10 жылдық тәжірибем бар физикпін, 7 жылдық профориентологпын. Оқытқан оқушыларым 5200 онлайн офлайн, оның 97-98% грант. Мен туралы қысқаша, енді ұбт-ға дайындалдым, тиімді жолдар атты кітаптың авторы боламын. Егер оқыған болсаңыздар, сіздерге сол кітаптың авторы мен боламын. Қысқаша осы балалар. Енді бастамас бұрын кездесіп алайық, эфирге тікелей эфир болғаннан кейін чатқа артық нәрсе жазбаймыз, керек емес нәрсе жазудың қажеті жоқ. Дәптер қаламдарыңызды алып жазып отырыңыздар, өйткені бұл жерде көптеген нәрселер айтылады, оның бәрі есіңізде қалмайды. Кейбір нәрселерді жазып алсаңыз күшті болады. Пауза болмайды, тоқтатып қоя алмаймыз, сразу бастап кете береміз. Примерно 1-1,5 сағат болады, бірақ өте пайдалы эфир болады сіздер үшін. Уәде беріледі. Және эфир соңында дейін қатысқан оқушыларға керемет бонус бар. Уже эфирдің ішінде бонустар бар да, оны қалай алу керек екенін мен сіздерге соңында айтатын боламын, иә. Өйткені сіздерге кәдімгі айтасыздар, мынаны беріңізші ағай, мынау маған керек, осыны қалай алсақ болады деген кезде мен сіздерге айтамын, осылай аласыздар ең соңында, бірақ соңына дейін қатысу шарт. Так, сосын эфир егер ұнап жатқан болса, пайда болып жатқан болса, сұрақтарды қойып, реакция жіберіп отырамыз. Өйткені мен кері байланыс осылай болмаса қиын ғой, енді онлайн, білесің ғой, родной, иә. Ол осылай жабайлау эфир ғой енді. Так, енді дайын болсаңыздар бастайық, көп созбай дайын болсаңыздар бастап тастайық. Бір реакция беріп жеңіздер, болды, кеттік. Все, иә дейді. Так. Супер, go дейді, let's go, поехали. Қатыспағандар өкінетіндей бір эфир болады, көресіздер ғой. Бірінші, мысалға, көп оқушылар дайындықты бастағысы келеді, бірақ неден бастасам деп ойланып жүреді да. Біріншісі просто мамандық таңдау керек. Мамандық дұрыс таңдау өте маңызды бала. Өйткені кейбір оқушылар бар, жылдың ортасында жүреді да, бұл менің пәнім емес екен, менің мамандығым ол басқа еді деп жүреді, ойланып. Яғни қазіргі кезде дұрыс мамандық таңдап алу керек. Сен ұбт-ға дейін 1,5 жыл дайындаласың, өзгертпесің. Даже мынау март, май айында өзгертетін балалар болады мамандығынша. Андай, мен басқа пәнге ауыстырып жатырмын дейді, мысалы. Қараңызшы, сіз қанша ақша төлеп оқисыз, иә, курстарға барасыз, анда жұмсайсыз, мұнда жұмсайсыз, и 5 айдан кейін мамандық ауыстырасыз. Бұл дұрыс емес болады. Қазір бір мамандық таңдайсыз, айтасыз, мен осы мамандықты, осы комбинацияны алып кетемін до конца ұбт бітіргенше. Өйткені ата-ананың ақшасы ермек емес, иә, негізі уақыт, ақша деген нәрселер олар қайтып келмейді, мысалы, иә. Уақыт қайтып келмейді, ақша қайтып келетін шығар, оның бәрі еңбекпен келсе, енді қиындау болады. Ата-анамызға өйтіп қиындық тудырмайды, мысалға. Сол үшін өзіңде уақытың кетеді, сол үшін қазірден бастап мамандықты дұрыс таңдау керек.
енді қалай ойлап отырған шығарсыздар, қалай дұрыс маман таңдасақ болады деп. Ол енді Қазақстанның үлкен ауруы, СНГ-да дұрыс маман таңдауға не жоқ, бағдар көрсетілмейді. Мен сіздерге енді қысқаша сіздерге кеңес берейін, иә, қалай дұрыс маман таңдасақ болады. Ең дұрысы арнайы мамандарға бару. Қазір профориентолог дейді, психолог дейді, жаңағы кайзен системасы бар арқылы маман танытпайды, оның бәрі сізге көмектеседі. Хотя бы бір қадам жасаңыз да. Арнайы инстаграмда қазір бір ана қалаға барудың, Астанаға барудың қажеті жоқ. Қазір бұрындары андай ғой, ауылда тұратын болсаң, ауданда тұратын болсаң, иә, алыс жерде тұратын болсаң, саған мүмкіндіктер шектеулі. Қазір мүмкіндік шектеусіз. Инстаграмнан жазасыз, мысалға біреу тауып алдыңыз, жақсы мамандық таңдауға көмектеседі екен, немесе өзіңді тануға көмектеседі екен, иә. Тауып алғаннан кейін жазасыз, онлайн қатысуға бола ма? Вот. Онлайн сізбен консультация алсам бола ма деген сияқты алсаңыздар болады. Өйткені мен өзім профориентологпын, мысалы бұрын. Қазір істеп жүрген жоқпын, соңғы 1 жыл істеген жоқпын да. Сол үшін ешқандай консультация бермеймін. Менен сұрамаңыздар, балалар. Сол кезде көп оқушыларға мен жеке онлайн консультация беретінмін. Иә, ол көп қадам көмектеседі кәдімгідей. Мысалы, маман таңдаған неге назар аудару керек, сенің қандай қабілеттерің бар, адамда қандай қабілеттер болады, мысалы экстраверт, интроверт дегендер болады, олар қандай маман таңдаса дұрыс деген сияқты кәдімгідей ашып береді. Анау 4 маман таңдап береді емес, кәдімгідей сіздің ішіңізге кіре алатын адам болу керек та, балалар. Болмаса, иә, бұл мамандар қымбат сұрауы мүмкін, бәлки арзан сұрауы мүмкін, енді орташасын өзіңіз жағдайыңызға қарап көресіз, жақсылап, дұрыстап таңдау керек. Енді адамның негізгі бұл өмірге келген мақсаты негізі өзін тану ғой. Соның алғашқы қадамы осы мамандық таңдау болады. Енді ол жоқ болса, арнайы интернетте тесттер бар болады. Вот тесттер бар. Вот алғашқы бонустар кетті, балалар. Бұлар мысалға қатыспағандар бұны көре алмайды, білмейді. Қараңыздар, иә. Дауыс жай естіліп отыр ма, жақсы естіліп отыр ма? Жақындап қойын. Так, енді арнайы тесттер деген қандай тесттер? Бұл мамандықты анықтауға арналған бір тесттер бар. Диск тест деген бар, бәріміз білетін Галап тест деген бар. Біреулер қымбат. Мысалы, Галап тест 25 000 теңге дейді, по идее, 25 000 теңге. Ол жерде арнайы маманға баратын болсаңыз, қосымша тағы да 25 000 теңге қосады, примерно 50 теңге ма, сондай шамалы. Бірақ сіздің кім екеніңізді анықтап береді. Сіз мен өмір бойы кім деп сұрақ жауап іздеп жүрмейсіз да. Жұмысқа барған кезде мынау қинап жұмыс істеп жүрмейсіз. Өзіңіздің мамандығыңызға, өзіңіздің қабілеттеріңізге сәйкес келетін мамандыққа бара аласыз да. Бұлар арнайы тесттер менде списогі бар, тегін тесттер кажется бар, менде осыны мен сіздерге беретін боламын. Ал қалай алу керек екенін оны соңында айтамын, иә. Окей, келесіз ғой, иә. Енді мына жерді скринда отырыңыздар, балалар. Өйткені мен мұның ішінде, бұл сабақтың ішінде 5-6 бонус бар. Бір емес 5-6 бонус. Иә, мынау арнайы тестті тапсыру дегенше, бұл жоқ негізі. Көп жерде жоқ, ешкім бермейді. Иә, ешкім бермейді бұны. Мен сіздерге тегін берейін. Тегін тапсыруға болатын тесттер ғой. И оның біреуінен ғана емес, бірнешеуінен өткен дұрыс та, сол бірнеше тесттің қорытындысы сізге сәйкес хотя бы сондай маман шығарып береді. Мен мысалға өзім дизайнермін. Қараңызшы, мына Инстаграм қазір бүкіл істеп жатқан нәрселерімді бұл менің дизайнерлік қабілетім арқылы шығарған. Бұны мен осы диск деген тест болған, сол арқылы. Мен ол платный болған, бірақ қатты қымбат, сол кезде 5 000 теңге. Сол арқылы қарап, сондай нәрсе менде бар екен ғой деп ойланып қарасам, шынымен де бар екен да. Мысалы, қазір мына сайттың дизайнын полный өзім жасадым да. Ешкімге жалынған жоқпын, просто онымен қабілет бар. И оған қиналған жоқпын. Оны жасаған рахаттылығым да. И ол какой-то бір тесттің, иә, менсінбей жүрген бір тесттің көмегім да. Енді ол екеуі де мысалы көмектеспеді, арнайы маманға бардың, арнайы тест тапсырып тастадың, көмектеспеді. Онда не істеймін деген сұрақ бар, иә. Онда ең болмағанда, енді ешқандай мүмкіндік жоқ болса, өзіңе жақын пәнді таңдаңыз да. Өзіңнің жақсы көретін, өзің ұнататын, иә, пәнді таңдаңыз. Осылай да көмектесуге болады. 4-ші тәсіл бар, бұл енді бұл кірмейді негізі. Ол просто ұбт дайындық кезінде ғой. Ол мүлдем болмай жатыр да. Вообще басың қатып кетті ма, онда дайындықты бастаған кесе бол. Онда просто алғашқы 3 пәнді бастай беріңіз. Оқу сауаты, мат сауаты, қазақстан тарихы. Олар міндетті, таңдау пәні, 2 таңдау пәні маңызды ғой. Одан бұрын ана үшеуін бастай берсеңіз болады. Бірақ негізде жаз демалыста немесе дайындықты бастаған кезде бірінші таңдау пәнін бастау керек. Оны не үшін екенін ортасында айтамын. Түсіндіре алдым ғой, иә, балалар?
осы жер өте маңызды. Жақсы, келесі. Енді қараңыздар, мысалға, сен өзің физмат екеніңді анықтадың, иә, мысалға физмат немесе жаңағы таңдаған мамандықтарыңды қайда екенін анықтап көру керек. Мысалға, мен қай мамандыққа бара аламын, қай мамандықтарға. Өйткені бір адамның бойында бір-ақ қабілет болмайды. Мысалға, мен тек қана ұстаз емеспін да, мен дизайнермін, может мен маркетолог шығармын да. Бір адамның бойында бірнеше қабілет табады. Қазіргі заманда соны талап етеді, мысалы. Олар түсіне алды ма? Өте маңызды бұл. Көп адамдар ойлайды, мен болды, бухгалтермін ба, бухгалтермін, кеттім. Жоқ. Адамның бойында бірнеше қабілет болады. Алла тағала сен просто так бір мұғалім деп жаратқан жоқ қой сен. Немесе инженер деп жаратқан жоқ. Сен, может, инженер, маркетологсың. Мен мысалға, может, бизнесмен шығармын да, бизнеске де қабілетім бар шығар. Яғни бір адамның 3-4 түрлі қабілеті болатын деп тұр. Енді қараңыздар, сөйтіп мынау мамандықтар комбинациясын анықтау керек. Математика, физика ма, әлде биология, химия ма, әлде география, дүниежүзі тарихы ма деген сияқты анықтап аласыздар. Сөйтіп ол пәндерден қандай мамандықтар бар көріп аласыздар. Көрдіңіздер ме? Міне ретімен. Мысалға, физика, математика мамандығында қазір өтірік айтпасам 31-32 комбинация бар. 32-31 мамандықтың түрі бар. Оның ішінде тағы да бөлінеді. Примерно қанша 60-қа дейін барады да. Мына бір мамандықтың ішінде көп. Математика, статистика деген мамандық кейін бөлінеді тағы да ішінде. Енді примерно соның қайсысының ішінде екенін, қайсысын примерно таңдап аласыз да. Яғни ол мамандықтарды білу өте маңызды. Өткенде бір туысқан інім болды, айтайын. Шығармашылық таңдаған, ол 4 мамандық таңдаймын деп жүр да. Ойлашы, шығармашылық таңдасаң, сен бір-ақ мамандық таңдай аласың. Басқа таңдау сенде жоқ. Айтады, мен неге 4 мамандық таңдай алмаймын дейді. Әлі түсінбеген да. Анау мамандықтар комбинациясын таңдау өте маңызды. Мысалы, физика, математика болса, сенде 32 түрлі комбинация бар. Ал турасында бар. Химия, физика дейді. Ол жерде бір-ақ мамандық бар. Или екеуі өзгерді. Біреу ғана болады. Вот, сөйтіп балалар, таңдасаңдар болады. Немесе тағы бір 5-ші тәсілін айтайын, 4-ші тәсіл ғой. Оны енді кейінірек кеңес беретін көбінде. Бүкіл мамандықтарды аласында, примерно мамандықтарды бағана сұрақ қойып жатыр ғой. Кім сұрақ қойды? Біреу сұрақ қойды. Алина сұрақ қойды. Б054 мамандығы не істейді? Вот, сіздерге осының барлығымен танысып шығу керек. Физика, бұның ішінде физика көп, ғылыми физика бар ішінде, но негізі ғылыми физика деп қояды. Бұның ішінде университеттерде сабақ беретіні бар, зертханада жұмыс істейтіні бар, сосын тағы не бар? Ішінде 5 мамандыққа бөлінеді бұл. Астрономиялық физика бар, сосын ішінде 4-5 мамандық бар, қазіргі оқытатын мамандық деген сияқты біліп алу керексіз, ішінде қайсысы жақын. Петке баратын бар ішінде, яғни педагогикаға баратын бар, бармайтыны бар. Оны біліп алуыңыз керек та. Вот осындай. Ғылыми физика деп аталады, оның ішінде бірақ 5-ке дейін бөлінеді. 5 түрлі мамандығы бар балалар, иә? Так, соны кірейік. Так, бұл бірінші қадам түсіндік қой, бірінші қадамда бағанағындай тәсілдермен мамандықтарды анықтап аласыздар балалар. Анықтап алғаннан кейін мақсат қоямыз. Енді мақсат қою айту оңай ғой, қалай қойсақ болады, иә? Шынымен де қалай қойсақ болады деген сұрақ туындайтын шығар. Ол сұрақтың да өте маңызды, мен сіздерге анық дайындап қойдым. Қараңыздар. Так. Кеттік, міне, қараңыздар. Бағана мамандық көрдіңіз. Мысалға, қай мамандық болды? Б009 деген мамандық болды, иә? Көрсетейін жазып. Математика мұғалімдігі, яғни Б009 деді. Мамандық математика мұғалім болғың келеді екен, енді не істейсің? Статистикамен жұмыс істейсің. Саған қанша балл керек? Яғни мақсат қою керексің ғой сен. Не үшін оқып жатқанын түсіну керексің да? Мен мына мамандыққа түсемін, ол үшін қанша балл керек? Мысалға 2024-тен шыққан жоқ әлі. Жақында шығады бала, айтпашы. Былтыр, мысалға, общий конкурстар, общий конкурс деген мынау 125 балмен түскен. Міне, общий конкурс деген барлығы қатысатын 125. Сіз осыға мақсат қоясыз. Мыналарға мақсат қоймаңыздар. Ауыл квота бар, жоқ, ол маңызды емес. Маңызды емес дегенде ол
кей кезде маңызды болады, қалай айтсам болады, гранттың 30% бөлінеді, бірақ 30%-ға сіз кіресіз ба кірмейсіз ба ол белгісіз да. Сондықтан мен оған қарап кеңес бермеймін, тек жалпы конкурстың балына қарап конкурс неге мақсат қою керек. Мысалға сізге демек 125-ден төмен алмау керек. Жалпы конкурстен 100% бұл, иә, 100% мамандыққа, грантқа түсу үшін керек. Родной, түсініп жатсың ба? Түсіндіре алдым ба? Үстіп айтасың да, үйге барасың, иә. Мысалы, кім бар мына жақта, кім бар айтайыншы. Ләззат бар екен. Ләззат айтасың. Мынандай үйге барасың да, А3-ға немесе А1 батумға аласың да, мақсат деп қоясың. Б009 маған 125 балл жинау керек. Мақсат осы деп үлкен қып кәдімгідей ең болмағанда А4-ке жазып, сабақ оқитын жеріне жазып қойшы. Сен мында күнде сен қарап көру керек қой. Өйткені әлемдегі мықты бір не бар да, мындай айтсам, мықты бизнес тренері бар. И ол нәтижеге жеткізу бойынша номер 1 да. Солай айтады. Сен мақсатыңды күнде көрмейінше, оған күнде жұмыс істемейсің дейді ғой. Сенің мақсатың күнде болып тұр. Мысалға, адам қай кезде бір нәрсе істейді. Например, мусор тазалау, иә. Мусор алдында жата берсе тазалайсың да. Ал мусор бір бұрышта тығылып жатса, оны тазаламайсың да. Тура сол сияқты. Сенің мақсатың тура алдында күнде көрсең, сен күнде ойланасың. Так, мен 125 не істеймін? 125-ке жету үшін не істеймін? Ұйықтап жатқан кезде, ұйқыдан оянған кезде көресің, немесе жаңағыдай ойын ойнап кеткен кезде, мен 125 алуым керек қой деп есіңді жиып, алар оқисыңдар. Түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алдым ба? В общем, осылай ғой. Мақсатты үлкен қылып жазып қою керек, балалар. Мақсатты жазбайынша, ол сен түсіңе кірмейінше, ол мақсат емес, балалар. Ол мақсат емес. Сенің өзіңнің мақсатың болмайынша, сен әрқашан біреудің мақсатына жұмыс істейсің. Ата-анаң да сені көреді, молодец қызым, бала мақсат қойып жатыр екен деп саған жағдай жасауға тырысады, балалар. Ол екінші бөлік, иә, жағдай жасау деген бір бөлек бір тема бар. Соны айтатын боламын, балалар, иә. Так, мынаны өшірейін, балалар, енді. Келесіге өтейін, иә. Түсіндіре алған болсам. Так, үшінші қадам қайда кетті? Так, мына жерде өзгертейін, үшінші қадам ғой, анық төсін анықта деген. Sorry. Үшінші қадам анық төсін анықтау. Бұл да енді бұл жерде ешқандай маңызы жоқ қадам жоқ. Маңызды қадамдардың бірі анық төсін анықтау деген не? Мысалға, саған қанша балл керек болды, родной? Айтып жеріңдер. Например, саған ең аз дегенде 120 бас ойын кетіп қаламыз. Цветін атанамай тұр. Так. Мынандай екен ғой. Саған, например, мында қанша балл керек? Что-то аз болып тұр. 125 балл керек. Ләззат, дұрыс па? Дұрыс қой, Ләззат, иә? 120 дейді, 127 дейді. Керек мысалға. Енді не істейміз, балалар? Енді анық төсін анықтау керек болады. Сен қай нүктеден бастап жатсың да? Сен нөлден бастап жатқан жоқсың, прям нөлден бастап жатқан жоқсың. Саған просто анық төсін анықтау керек. Яғни, мына жерде қаншамен бастайсың? Может, 45-пен бастайсың, да? Может, 35-пен бастайсың. Қаншадағының бастағаны маңызды емес, әйтеуір бір нүктеден бастау керек. Яғни, сен жолыңды, картаны көргесің да, қайдан барып, қайда кетесің да? Так. Иә дейді. Ләззат, молодец. Енді қараңыздар. Осы жерде анық төсін анықтау үшін бізге не керек? Тест керек. Просто тест керек, понимаешь?
Ал тестті қайдан тапсырған дұрыс? Өйткені тесттер көп қой қазір. Қайдан тапсырамыз деген сұрақ туындай ма? Туындаса айтыңдар. Қалай тапсырсақ болады? Десеңдер, мынандай жауап бар менде. Мына екі сайтты не істеп алыңдар. Жуо дейді. Жуонікі кішкене оңайлау балалар. Мен сіздерге ұсынатын екі тест бар. Басқа тесттер сәйкес келмейді, сәйкес келмей қалуы мүмкін балалар. Гарантия бермеймін. Мысалға мен чисто тест құрастырған кезде өзім тест құрастырамын ғой, осы сайттардан аламын. Осы сайттардан аламын, кәдімгі ботның форматына сәйкес. Екі сайт бар, мынаны осы тест-центр KZ деген бар, сосын тест-центр ап тест-центр деген бар. Қазір көрсетейін екі сайтты. Егер бар болса. Так. Міне. Мынау тест-центр KZ деген сайт. Осының ішінде үлгілік тест нұсқалары деген бар. Міне, соған кіресіздер. Түсініп тұр ғой, міне. Тест-центр KZ көрсетейін. Оқу орталық туралы дейді. Так, мынандай бар. Так, осының ішінде общем мысалы. Ең басты бетіне кіресіздер. Сосын талапкерлерге деген бар, оқудан түсушілерге, сосын ұбт тапсырушы түлектерге, сосын екіншісі мынау. И осының ішінде тест бар. Енді маған қатысатын кездер олар проблема жоқ. Мен өзіме итак алып беремін осыдан. Ал қатыспағандар болса осындай, да. Нұсқа кіресіз, мысалға бүкіл пән тапсырсаңыз болады, тек бір пән тапсырсаңыз болады. Например, физика. Міне, нұсқа бар. Мынау нағыз ұбт да келетін сұрақтың бір нұсқа деген сияқты ғой. Енді дәл осы келмей қалуы мүмкін, бірақ осының ішінде осы сұрақтар келеді. Түсіндіре алдым ба, Так. Енді осы екі сайт, тест-центр ап деген бар, осыған кіресіздер, тіркеліп аласыз, ол жерде 5 пән бар. Кәдімгі ұбт сияқты онлайн тапсырасыздар. Интернет болу шарт ол жерде. Оны да көрсетейінші. Ой, так, кеттім. Тест-центр ап деген міне. Жоқ. Міне. Тест-центр ап деп кіресіздер, соған кіресіздер, мына жақтан мысалға бірінші кіргеннен кейін тіл таңдайсыздар. И потом өздеріңіздің тіркеліп алсаңыздар, тіркелесіздер бірінші, поштаға тіркеліп аласыздар. И ол поштаны ұмытпаңыздар, өзіңіздің өте көп қолданатын поштаңызды және бір кодыңызды жаттап алыңыз да соны кіресіз. Түссеңіздер, ішінде не болады, балалар? Ішінде ана тест болады. Мысалы, менің оқушымды көрсетейін. Мынау Дания Нұртілеу деген оқушым ғой, менің сүйікті оқушым балалар. Неге сүйікті оқудым десең, менің қазір көрсетейін, қанша алғанын. Соңғы ұбт несі екен ғой, өтініштер дейді, грант конкурстар. Так, менің әрекеттерім қайда? Так, менің әрекеттерім көрсетейін. Ой, шықсашы, қатып қалдым. Міне, оқушымның балы ғой, қараңдар. 5-ші айдың 11-і тапсырған, 49 алған да. И осының ішінде тест тапсыруға болады. Байқау сынағы деген бар. 4 нұсқа көріп тұрмын. ұбт байқау сынағына кіресіздер. И осы жерде 2 нұсқа тұр мысалға, тапсырып көрсеңіздер болады, балалар. Сатып алсаңыздар да болады, бесплатно да бар. Негізі сатып алсаңыздар да жалко емес, бір рет тапсырып, бір рет деңгейін анықтау үшін ше. Түсіндіре алдым ба, балалар? Вот осы жерде өте маңызды, жаңағындай кіріп тапсырасыздар, сіздер не істейсіздер, сол деңгейіңізді анықтайсыз, балалар. Түсінікті ғой, Так. Менде пробник тест тапсырып көргенмін дейді. Дәл солай тапсырып көріңіздер, балалар. Сөйтіп, жаңағы точка аңызды не істейсіздер, анықтайсыздар ғой. Түсіндік қой, 3 қадам түсіндік қой, бірінші жаңағы мамандықты анықтаймыз, екінші мақсат қоямыз, мақсатты қалай қою екенін көрсеттім, үшінші ант нүктесін анықтаймыз. Ант нүктесін анықтау үшін мына 2 сайт керек сіздерге. Басқа сайттарға ұсынбаймын, тек осы 2 сайтты ұсынамын. Мынау екіншісі өте маңызды, осыны тапсырсаңыздар, кәдімгідей нағыз ұбт-ны тапсырған сияқты болсын да. Бұрында қолжетімді емес еді, осы 2 жыл болды, ол жақсы болды, күшті. Ешкімнен қарамайсың, сұрамайсың, тест тапсырасың.
мен енді өз оқыштарыма өзім беремін тағы да тесттер. Ол мына жақта енді шектеулі, мысалы 2-3 ақ нұсқа бар деген сияқты ғой. Төртінші қадам жоспар құру. Жоспар қалай құрамыз? Ант берсін, анықтадың, иә. Мақсатыңды анықтадың, мамандығыңды таңдап қойдың, иә. Негізгі қадамдар жасап қойдың. Енді 2-ақ қадам қалды. 2-ақ қадам қалды. Дайындықты бастау үшін 2-ақ қадам қалды. Ол міне жоспар құру. Қалай жоспар құрасыздар? Енді қараңыздар, мына жерде бізге керекті 5 пән бар, иә. 5 пән бар. Қандай пәндер? Оқу сауаттылығы. Не дейді? Практикум курсыңыздың тесттері өте ұқсас. Ұқсас емес, өте ұқсайды. Неге өте ұқсас? Өйткені кезінде қағаз форматта тест болды ғой, мен соны алып кәдімгідей бүкілін жүктеп алып содан жасап жатырмын да. Яғни ол демек базада бар нұсқа, родной. Так. Енді қараңыздар, мына жерде көрсетейін деген нәрсем, бізде міндетті 5 пән бар. 5 пән. Оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығынан қанша сұрақ бар? Қанша сұрақ? Математикалық сауаттан қанша сұрақ? Оны білу керексіз. Қазақстан тарихынан қанша сұрақ келеді, қанша балл береді? Математикадан қанша сұрақ, қанша балл береді? Физика қанша сұрақ, қанша балл береді? Енді осыларды талдап тастайық. Қалай керек екенін үйрену үшін да, білу үшін. Білу неге өте маңызды? Қазір светті ауыстыра алмай жатырмын. Ауыстырып алайын. Қандай свет болсын? Жасыл свет болсын, иә. Оқу сауаттылығынан так. Қанша балл? 10 балл, иә. Математикалық сауаттылықтан 10 балл. Қазақстан тарихынан 20 балл. Так. Математикадан 50 балл. Мынадан 50 балл. Түсінікті ғой, иә? Общий 140 балл мінекей. Енді қараңызшы, сіз мына 3 пәнді дайындалсаңыз, қанша сұрақ? 40 балл аласыз, 3 пәннен толық алсаңыз, 40 балл аласыз. Міне. Ал мына екеуінен алсаңыз 90 балл. Қараңызшы, 90 баллмен физматта 80% мамандықтарға грантқа тюб түрге болады. Тюб түсуге болады. Тюб түр кәдімгі түсуге болады болар. Вот. Енді бұларды білдіңіз, енді қалай істейсіздер? Демек, қай пәннен бастау керек болар? Қай пәннен бастау керек? Қай пәннен бастаған дұрыс? Қай пәннен бастау керек? Давайте жауап берейік. Уже подсказка тұр, болар. Бейіндік пәндерден. Енді неге десе тағы да айтасың, өйткені ол саған екеуі бірігіп 100 балл береді. Екеуін демей қояйын. Сен просто физиканы дайындалсаң, сенде 50 балл. 50 балл. Яғни сен бір пәнді бір жазға қорытып дайындалып алсаң, сенде уже 50 балл ғой, екен 50 балл. Сен 3 пәннен дайындалып 40 балл аласың. Егер толығымен алсаң да, бірақ 2 пәннен дайындалып 100 балл, немесе бір пәннен дайындалып 50 балл аласың да. Сонда негізі менің кеңесім мына 2 пәннен бастау керек. Бұл бірінші маңызды нәрсе, иә? Неге бастау керек? Осыны бірінші. Екінші, неге осы пәндерден бастау керек? Өйткені бұл пәндер ұзақ үйрену. Математикаға примерно 6-7 ай керек, физикаға примерно 3-4 или әркімге әртүрлі бәйсе керек. Как минимум деп жатырмын да, ең аз дегенде там башқа тип болсаң да. Яғни математиканы как минимум 5 айсыз бітіру мүмкін емес балалар. Физиканы тоже минимум 3-4 айсыз бітіру мүмкін емес балалар. Түсіндіре алдым ба? Енді сондықтан бұларды ертерек бастау керексің. Стресске түсіп кетесің әйтпесе. Мысалға, жаңа жылдан кейін бастап қалдың, иә, бірдеме. Көп болады, кейбіреулер былай айтады, 3 пәнді жаңа жылдан бітіремін, жаңа жылдан кейін 2 пәнді бітіремін. Сен жаңа жылдан кейін 5 ай бар, иә, нағыз 5 ай бар, 5 айың бірақ жетпей қалуы мүмкін, өйткені жаңа жылдың өзі бір мейрам, 10 күн жоқ. Ана жақта наурыз мейрам бар, тағы да 5-10 күн жоқ. Сосын май толған мейрам, бітіру кеші, бітірмеу кеші деген кештер көп қой. Сосын жүресің, Шалбай атамның аруағы қолдасын деп ше. Иә? Яғни бұл жерде просто дайындық уақыты да көп болғандықтан ерте бастау осы маңызды, 2 пәннен бастау маңыздырақ.
түсіндіре алдым ба? Көрдіңіздер ма? Өте маңызды. Сөйтесіздер да не істейсіздер? Жоспар құрдыңдар ғой, иә? Енді екінші маңызды бөліп көрсетемін, балалар. Бұны көп балалар білмейді. Мына екі құжатты сіздер білу керексіздер. Екі құжатты білу керексіздер. Бұны білмей бастадың, сен бастамадың деген сөз да. Бастамадың деген сөз ғой. Так, мен оны өшіріп тастайын да. Бірінші құжат қандай? Мысалға, сен түсіндің, жалпы физикадан бастау керек екенін түсіндің, иә? Физика немесе математикадан бастау керек екенін түсіндің. Бастаған кеп тұр, енді сен қанша балл беретінін білдік, иә? Общий 40 сұрақ мынау. 40 сұрақ бал. 40 сұрақ, бірақ 50 балл ғой. Оны білесіздер, иә? 50 балл. Енді қай тақырыптан қанша балл білетінін білуіміз керек. Бірінші, механика деген тақырып бар. Механика 8 балл. Дұрыс дейсің, ойланасың енді. Механиканы, демек физиканың механикасын бітірсем менде 8 ақ балл екен. Жылу физикасын бітірсем 7 ақ балл екен. Электромагнетизмді бітірсем 8 балл екен. Енді тербелістер мен толқындар механиканың ішінде де бар, магнетизм ішінде де бар да. Получается, мынау бастапқы 3 тақырып өте маңызды. Қалғандан көрдіңіздер ме? Кванттық физика 4 балл максимум, салыстырмалы теорема 1 балл. Яғни бұл тақырыптар кішкентай. Демек, мына жерде уже 70% балл бар. 70% балл бар. Түсіндіре алдым ба? Деп, физика тек бір пәннен, физикадан, картадан тақырыптарды көріп аласың. Енді бұл жерде балалар, механика деген ол бір сабақ емес, бір тарау емес деп ойланасың. Так, механика деген не? Дегенде мына жақта екінші құжат келеді балалар. Екінші құжат, мына жерде скрин жасап отырсыңыздар, иә? Екінші құжат келеді. Бұлар сол тақырыптардың ішінде кітап бойынша қараңыздар. Мына механиканың ішінде кинематика бар, иә? Бірдің ішінде ғой. И соның ішінде мынандай тақырыптар. Кинематиканың негізгі ұғымы, қозғалыстың салыстырмалы түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс деген бұл кітаптағы тақырыптар олар. Мынау жалпы тарау, бұл тарау кәдімгі бөлім дей ма? Мынау тақырыптар. Кітапты оқыған кезде осыдан оқисыздар, мыналардан тақырып дегендер. Мысалы, 7-ші класстың кітабы бар менде. Ашасың. Да? Мазмұнын қарайсың, осы тақырып бар. Ашасың, көресің, болды. Түсіндіре алдым ба? Демек, мен мына кітаптың бітіруім керек деп жоспарлап аласың. Так, мынау 7-ші сыныпта, мынау 8-ші сыныпта деп бәрін рет-ретімен қоясың. Түсіндіре алдым ба? Роднойлар. Так. Бір реакция берейік, достар. Домалақ бастар. Егер, мынаны скрин жасап алыңыздар, иә? Потом қайдан алуға болады? Күшті сұрақ. Жандарым, қайдан алуға болады десеңіздер, бұны да скрин жасап отырыңыздар, сөйтіп мен соңында айтамын, қалай алсақ болады дегенге жауап беретін боламын, иә? Бұл жерде тағы бір бонус бар. Бағана 2 бонус болды, мынау 3-ші бонус бар, иә? Мамандықтар тізімі 1 бонус, тесттер деген, мамандықты анықтауға арналған тесттер деген, ол 1 бонус тағы да, и мынау тағы да 1 бонус, иә? 3-ші бонус. 3 бонус кетті, иә? Неге 3 бонус? Өйткені 4-ші бөлім оны. Қазір. 3-ші, енді мынаны айтып қойдым ғой, мынаны айтып қойдым ғой. Айтып қойдым ғой сіздерге. Сондықтан естімеймін. Ал енді бұл тестті бере алмаймын. Өзімде бар практикумның тестін бере алмаймын, балалар. Оны өз оқыштарым ғана беремін. Так, 5-ші қадам, ең басты қадам, осының бәрін түсіндің, иә, басынан бастап кеттік. Мамандық таңдадың, оның анықтаудың тәсілдерін көрсеттім, иә, таңдап алдың, ладно, да. Одан кейін мақсат қоясың, иә. Қандай мамандықтарға барады екен, қанша балл керек екен, сосын анықтап қойдың. Молодец. Уже сен бастадың осының бәрін істеген болсың да. Мамандықтар бастап қойдың, жоспар құрдың, иә, қай тақырып келеді екен, қанша сұрақ келеді екен, қай пәннен бастаймын, белгілі болды. Енді созылып жүре берме, просто отыр да баста, ручканы ал, блокнотты ал, 7-ші сыныптың кітабын ал, болды. Мысалы, физиканы айтып отырмын, балалар. Физикадан алдың, бірінші, мына 7-ші сыныптың кітабы қараңыздар. Аласың. Бұны қайдан аласың? Енді оны білетін шығарсың, иә, мектеп кітапханасыз, немесе анау Алматы, Астана үлкен қалаларда үлкен барлық қалада бар ғой, енді мектеп баспасы, Атамұра қаласы баспасы, Арман баспасы деген баспалар бар, солар аласың. Физикадан кеңес беретін кітаптарым барлығы бірдей негізі, почти ше, анау не деген сияқты қатты проблем жоқ. Тарих сияқты проблем жоқ біздерде.
дүниежүзі тарихы, география деген пәндерде кітаптардан проблема бар бұл. Өйткені бір автор былай жазады, екінші автор мен олай ойламаймын деп былай жазады, әкеңнің ауызсыз да мысалы. Бізде физикада ол жоқ. Ньютонның екінші заңы, оны өзгерте алмайды ешкім. О, слава богу, да. 7-ші сыныптың кітабын аласың, любой кітапты ала берші бұл. Бұл жерде маңызды формуланың қайдан шыққанын түсіну ғой. Сөйтесің да бірінші тақырыпты қарайсың. Бірінші механика, кинематика негізгі ұғымы. Дейсің да, сол тақырыпты ашасың, физика, табиғат туралы ғылым, и сөйтіп жаңағы тақырыпты тауып аласың ғой. Механикалық қозғалыстың сипаттамалары деп бірінші бастадым ғой, мысалы, жылдамдық, қозғалыс жөнінде осыны бастайсың да, оқып бастайсың, міне механикадан таралып тұр, аласың да бастайсың. Болды. Ал сенде, родной, бұл уже болды, бастадың, сен уже дайындықты бастап кеттің, инстаграмға салсаң болады. Достар, мен физикадан ұбт-ға дайындалып бастадым деп инстаграмға салсаң болады. Сен бастадың, болды. Яғни алғашқы қадам жасап қойдың, молодец. Өйткені Мәуленаның сөзі бар да, керемет. Не дейді? Сен жолға шық дейді, жол ары қарай өзі көрінеді дейді. Сен мысалға дайындықты бастайын деп осы тікелей эфирге қатысып отырсың, оның өзі үлкен бір қадам да. Уже сен бастауға екінші қадам алып қоясың, көрдің ба? Вот мына тақырыпты алдың, бастайсың. Соны бітірдің біріншісін, сосын екіншісін бітіріп уже дайындалып жатсың. Сторисқа белгілейсің, достарыңа айтасың, ей достар, думалақ бастар, не істеп жүрсіңдер, мен уже дайындықты бастап қойдым, бірінші тақырыпты бітірдім. Бір қадам. Екінші қадам жасайын деп жатырмын, екінші тақырып бастап қойдым, міне екінші қадам, міне. Көрдің ба? Міне. Бастап бердім ба, родной, түсіндіріп бердім ба? Просто бұны да қазір ертең демей, қазір созып, қазір басташы. Просто мамандықты анықтауға кіріссең де ол бастадан болады. Дәл қазір баста, дәл қазір. Просто анау бір адамдар бар, мына айтайыншы, өте үлкен нәрсе бар. Қара. Бүйтеді. Мен мынаны бітіріп алайын, ауылдан келейін, әйтейін, бүйтейін деген бір адамдар болады. Ол өте жаман қасиет. Яғни бір нәрсені бастауды екінші нәрсеге бір байланысты қояды да. Мен мына суды ішіп алайын, сосын бастаймын. Мына кітапты оқып тастайын, сосын бастаймын. Ана жерге барып тастайын, сосын бастаймын. Дүйсенбі болсын, сосын бастаймын. Неге жексенбі бастамайсың? Жексенбі бастамасаң бірден қорқып қала ма? Таңертең бастайын. Жоқ, қазір баста. Өйткені алғашқы қадамды бастау өте маңызды. Аны өзімді көріп кеттім ғой дейді. Мен сол балам не ғой андай балалардың 10 жыл болды ғой, балалар ұбт-та жүргеніме 10 жыл ғой, 10 жыл ойлашы, 10 жыл. 10 жыл болды, балалардың уже бүкіл проблемасын білемін ғой. Физикадан қай тақырып, қай сұрақ, қалай келетін, бала не айтады, қай жерден тупить етеді, қай жерден жүретін бәрін білемін ғой. 10 жыл деген оңай емес, балалар. Сөйтіп жүре бермей бастау керек. Дүйсенбі дейді, ертең дейді, жаңбыр басылсын, сосын бастаймын дейді, ана қонаққа барып келейін, анау үшін бітпейді, өмір бақи бітпеген. Бұл синдром, аурусың, ертең бастаймын, яғни бір нәрседен кейін бастаймын деген үлкен синдром екен. Мен оны да жақында білдім да, деп балаларға айтып, сендер бірінші ой естіп отырсыңдар, балалар, молодец. Короче, сөйтіп бастап, дәл қазір ойыңа келгенде бастап кетсең, бастап кеттің да. Ары қарай енді ол басқа нәрсе. Сен бастап қойғаннан кейін ары қарай бөлек нәрсе. Мысалы, суға главный секіріп алсаң болды да, ары қарай жүзесің бе, жүзбейсің бе, ол суға өлдің емесе жүзесің да, ал өлгің келсе жүзбей жатасың да. Сол сияқты да ұбт-ға бір кіріп кетсең бітті да, тапсырасың әйтеуір бірдеме қылып. Так, түсіндіре алдым ғой, осы. Енді қараңыздар, мына жерде тағы бір бонус бар, тағы бір бонус. Қандай бонус дейсіздер ғой? Мына кітап барлығымызда жоқ, мектептің баспасы, мектеп кітапханасы бұны сіздерге бермеуі мүмкін. Жыртып қоясың, мынау енді алсаңдар күшті, жоқ болса не істейміз? Жоқ болса, бұл кітаптардың менде 7, 8, 9, 11 деген 5 кітаптың электронды нұсқасы бар менде. Электронды нұсқасы бар. Соны мен сіздерге беремін. Скрин жасап алдым ғой, мына жерде 5-ші бастау деген бөлімді, осы жерде скрин жасап ал. Скрин жасап деп отқаным қазір бонусты қалай анықтау керек біледім. Енді электронный болғанын
екеуі де болған дұрыс меніңше. Айтады біреу мынау ғана болған дұрыс, мынау. Ондай емес, екеуі де болған дұрыс. Үйде болса қасында болып жүрсең күшті, бірақ ауыр болады. Үйде тұрса жақсы, қарайсың да, молодец, көзіңді ауыртпайды дейсің. Бірақ кейде болады, срочно қарап жүру керек болады. Сен жолда келе жатсың, немесе басқа қалада жүрсің, немесе сенде дәл қазір алу мүмкіндігі жоқ да, қонақтар отыр ана бөлмеде деген сияқты бір проблемалар шыға береді ғой. Қонақтар кетсін, бастайын деп жүрсең бастамайсың да, сол кезде соткаңда болса немесе компьютеріңде болса ашып қарай саласың. Түсіндіре алдым ба? И сонда кітаптың электрон нұсқасы керек. Оны интернеттен табуға болады. Оқулық kz ба бірдеңе сайт баратын, немесе менде бар. Мен оны сізге беремін. Қалай? Енді бағанағы нұсқаларды, бағанағы бонустарды алу үшін былай істейсіздер балалар. Просто бір шарт бар. Осы қатысып отқан жаңағы скрин жасағанды қойып, иә, физика оңай инстаграм беріп сторисқа, иә, маған жіберсеңіздер, мен сізді бағана қалаған бонусымды беремін. Қалаған бонусымды жіберемін. Просто рахмет деген сияқты бір, білмеймін, бір сторисқа белгілесең болды. Инстаграмға физика оңайды белгілеп бір. В общем, бір нәрсе істесең болды, мен саған беремін ғой. Ағай, ұбт-ға дайындалсам деп тиктокты, инстаны өшіріп тастап едім ғой дейді. Онда статусқа қойсаң болады екен ба? WhatsApp-тың статусына қой деген ба? Енді бір түрлі шығар, бірақ инстаграм қойсаңдар болады. Осы шарт балалар, басқа шарт керек емес. Просто орындайсың, бересің. Өйткені мен бұның бәрін еңбекпен алып келдім, мен сіздерге бесплатно өтіп жатырмын. Енді сіздерден бір-ақ қадам да. Мына осы сосын айтасың, болды. Иә, осы тікелей эфирді салсаңыздар болады балалар. Мен қазір ссылкасын салам, осыны көріңіздер деп салсаңыздар да болады. В общем, любой сторис қойып, бірақ бонус керек деп ана сторисқа жазып қоймаңдаршы, иә, бонус керек деп, бонус үшін істеп жатыр екен деп ойлап қалмасын да. Просто бұл еңбекті бағалау деп аталады, иә. Бүгінге осы балалар, ертең тағы да өткізсем деген ой болып жатыр. Ертең дайындық кезінде не керек болады? Екінші, иә, бірінші сен дайындық бастап кеттің ғой, суға түстің ғой мысалы, иә. Түсіп алу маңызды осы. Түскеннен кейін ары қарай қалай жүземіз деген ғой. Өйткені суға түскеннен кейін жүзуді білмесең де қиын болады. И соны үйретемін ғой балалар. Қызық. Мысалға, бір нені айтайын, иә. Жаттаудың тәсілдері, есте сақтаудың тәсілдері, немесе ұбт кезінде нені білу керексің жалпы, иә, нені білген дұрыс, қандай лайфхактар бар үшін. Физика емес, бүкіл жалпы пәндерге байланысты ғой балалар. Яғни жүзудің қандай тәсілдері бар, соны үйретемін ғой. Бірақ оны нақты уақытын айтамын, иә, нақты уақытын айтамын балалар. Бүгін эфир қалай болды, сіздерге пайдалы болды ма? Сіздермен болған қарапайым ғана физика пәні мұғалімі Мұралбек ағайларым. Так, рахмет барлықтарыңа, күшті болды дейді. Пайдалы болды, рахмет ағай дейді. Сіздерге қатысқаныңа рахмет. Вот, қымбатты оқушылар, мінекей біздің қазір ғана эфиріміз бітті. Оқушыларға пайдалы болды деген ойдамын. Жақсы, мощный реакциялар кетіп батыр. Вот. Енді қараңыздар, екінші бір оңай тәсіл бар, балалар. Мысалға барлығын, иә, барлығын осылай істеуге болады. Немесе екінші бір тәсіл бар, сіздерге оңайырақ тәсіл айтайын ба? Бізде 29 күні жаңа ағым басталады. Жаңа ағымның қадамдары осылайды. Енді маман таңдап келген боласың, иә, оны таңдай алмайсың, енді көмектесеміз ол кезде. Бізге курсқа қатысатын болсаң, көмектесеміз ол кезде. И, короче, мысалға біз өзіміз ұбт тапсырған кезде, жаңағы ұбт дайындайтын кезде бірінші деңгей анықтамасын аламыз,
сосын мақсат қоямыз, жоспар қоямыз да. Яғни курста осы нәрселердің барлығы болады. Яғни сіз кітаптан іздеп жүрмейсіз да. Мына қараңыз, мына кітаптың ішінде бірінші тарауын айтайын ба? Бірінші бөлім керек емес саған. Физика, табиғат туралы ғылым деген сияқты. Негізгі, яғни кітаптың ішінде барлығы керек болмайды. Оның бәрін сен білу үшін бүкіл кітапты оқып, анализ жасап, қорыту керексің да. Ал курсқа қатысқан ерекшелігі сол, мен өз курсымнан айтамын, басқа курстарды білмеймін балалар. Мен өз курсымда осының барлығын анализ жасап, 10 жылдық тәжірибем арқылы бұның ішінде қай тақырып бар, қай тақырып жоқ, барлығын түсіріп қойғанмын. Яғни жеңіл жол да. Осының бәрін өзің өтсең болады, өтсең молодец, өте аласың, саған сенемін. Егер қиналып жатсаң, онда бізге жүгінсең болады. Бізде дайын курс бар, как раз 29 күні жаңағын басталады. Басқалардан бір қадам алда жүріп, физиканы нөлден бастап үйренемін десең, онда сені курста күтемін. Курстарға ақпарат мына жерден WhatsApp-тан жазсаңыздар, мен саған толық мәлімет беремін. 1 жыл бойы қадағалаймыз. И бір-ақ рет төлем жасайсың да, андай бір 120 мың, 200 мың қымбат емес ондай. Қазіргі жазғы баға. Енді күзде енді айта алмаймын олар. Күзде қанша болатынын айта алмаймын. Примерно сол 100 мың шамасына жететін шығар. Өйткені тағы бір екі нәрселер қосамыз да. Қазіргі бар курстың өзі бағасы өте қолжетімді. Но сапа. Енді нәтижелерді бағана көрсеттім ғой, біреуін 49 көрдіңіз ғой, бағана Нұртілеудің оқушысын көрдіңіз ғой. 49 физикадан енді 50 алуға шанс болмады. И то Қазақстан бойынша 3-4 оқушылар физикадан 50 болды. Физика өте қиын комбинациялардың бірі болар. Оның тест центрі орталығының өзі айтты, ең көп уақыт кетеді. Сондықтан бұл жерде сапалы, дұрыс, жүйелі түрде курс керек балалар. Арзан курстарға өкініп қалмаңыздар, сапасыз курстарға ұрынып қалмаңыздар. Менің берер кеңесім сол балалар. Алда уақытта жолығамыз ғой балалар. Мына жақта өзім оқитын оқушыларым бар. До конца бірге боламыз, бұйыртса, Так, менің курсым жалпы қорылым айтайын, 4-ақ бөлімнен тұрады балалар. 4 бөлім сізді бірақ ұбт-ға дейін мощный жетіп тастайды. Мысалға, бірінші бөлімі бізде тақырыптық бөлімі 3-4 ай болады. 3-4 ай болады. Одан кейін практикум бөлім бар, практикум. Тақырыптар бітіргеннен кейін практика жасау. Бұл 4 ай. Бұл жерде сіз 60 нұсқа талдайсыз. Мощный ма? ұбт-ның ойлаңызшы, бағанасы бір емес, 60 нұсқасын талдайсыз ғой, прикинь. Үшінші қадам, бұлар біткеннен кейін уже сізде 40-қа жетіп қаласыз. Арай көтерілу қиын болады, сол кезде С деңгей курсы болады. Төртінші, осылардың біткеннен 45-49 аласыз. Одан кейін уже қайталау керек болады. Қайталау, яғни соңғы аялдама деген курс бар. Осы 4 қадамды просто айналдыра береміз. И стрессіз, жүйелі түрде ешкімнен қорықпайтын, ұбт-тан қорықпайтын дәрежеде боласыз ғой. Қазір бастасаңыз бір жақсы жері қаңтар ұбт-ға нормальный маман кіресіз да. FM 20-ның оқушысын дейді. Нәтиже күшті, мінекей. Алина сен екенсің ғой, моя бәсек кімде болсам. Алина саған берем ғой, так. Просто ана курс, ана ағымда да Алина деген оқушы керек, қайсы Алина деп отырған ғой. Алина көп қой үшін, аружандар көп қой жалпы. Теп шай болсаң. Ладно, бүгінге осы қымбатты оқушылар. Ертең или бір күн жүздескенше, тағы да эфир ұстарамын. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. I love you. Өте пайдалы эфир болды деп ойлаймын.